Басқосу қазақ тілі клубы сіздерге арнап видео сабақтар жазады. Осы сабақтарда клубты қалай жүргізу, қазақ тілін үйрету бойынша нұсқаулық болады. Ендігі жағдай біздің күнделікті болып тұратын жағдайлар. Сіз жұмыста бастықсыз. Сізге Айгерім звондайды. Ол айтады, мен бүгін ауырып тұрмын, жұмысқа келе алмайын деп. Жағдай көңіл күйім онша емес, жағдайым онша емес, басым ауырып тұр, ішім ауырып тұр, тісім ауырып тұр. Сізге Айгерімді қалай да жұмысқа шығару керек. Сондай диалог жасайық. Сізге жұмысқа бармау керек, сіз ауырып тұрсыз. Сізге Айгерім керек өйткені бүгін дедлайн тапсыру керек. Тапсырма, жақсы ма? Бастайық. Алло. Бастық мырза. Екі қатысушы бір-бірімен белгілі бір тақырыпқа сөйлеседі. Ойынның мақсаты қатысушыларды сөйлестіру. Жақсы. Кім сенімді, убедительный. Ойыннан соң басқа қатысушылардан сенімдірек болғаны туралы талқылау жасауға болады. Сіздер ерлі зайыптысыздар. Сіздің күйеуіңіз сақинасы жоғалтып алды. Жоқ қолында. Көрдіңіз ба? Жоқ. Енді сіздің сұрақ қайда? Көрейік. Не шығады? Ол қайда барды? Білмеймін ғой, мен қайда жүргенін. Сіздің күйеуіңізді қайда жүргенін мен қайда білемін? Данияр, дайындалыңыз. Қайырлы таң жаным. Қалайсың? Өткенде жағдайым онша емес. Неге? Не болды? Сен кеше достармен Қыдырып. келе кеттің. Бірінші сұрақ. Мен кеше достармен бір өте маңызды кездесуім болды. Көп уақыт көрген жоқпыз. Сол маңызды қонақтар үшін сен өзің сақинаны бердің бе? Жоқ. Сыйлық. Істегенде шештім. Сол туралы білмедім. Сен неге шешесің? Менің Мерейтой. үйленімнің мерейтойы. Сондықтан бір тост айтып, ақши. Мүмкін сақинамды Стакан. люмканың ішінде ұтып қалдым. Солай ма? Жоқ, Әсет, жаңа ғана офисте жатыр деді, енді рюмканың ішіне. Жақсы, онда... Жақсы, осымен тоқтаймыз. Кім сенімді болды? Қыздар көп. Назарларыңызға көп рахмет. Тағы да қосымша видеолар үшін біздің YouTube-тағы каналымызға жазылып, Facebook-тағы парақшамызда қарап жүріңіздер. Сау болыңыз!